Здравствуйте всем! Сегодня мы продолжаем тему винительный падеж. Сегодня мы с вами рассмотрим, как же меняются притяжательные местоимения с существительными в винительном падеже с неодушевленными существительными. Бүгін біздер сіздерменен тартым алмасқыларының винительный падежде жансыз атылықтарменен өзгеруін көріп шығамыз. Есіңізде бар болса, жансыз атылықтар мужской родтағы һәм средний родтағылар нені деген сұрауға жауап беру үшін өзгерместен қалады. Уже миыңызге құйып қалған шығар, соның үшін оларменен бірге алмасқылар да өзгерместен қалады. Соны да көріп шығамыз. Так, мой стол, менің столым. Менің столымды көріп тұрман. Қарақалпақ тілінде менің столымды деп айтамыз, бірақ рус тілінде стол деген сөз өзгерместен қалады. Соның үшін алдындағы менің деген алмасықта өзгерместен қалады. Яғни, мужской родтағы жансыз атылықлар менен тартым алмасықлары өзгерместен қалады. Теперь на русском. Так как существительные мужского и среднего рода, неодушевленные, в винительном падеже не меняются, вместе с ними местоимения тоже не меняются. Местоимения подчиняются существительным, поэтому местоимения существительными, поэтому местоимения не меняются, так как существительное не меняется. Но с существительными женского рода уже немножко другая ситуация. Неодушевленные существительные женского рода в винительном падеже меняются. И вместе с ними также местоимения меняются. Моя сумка, менің сумкам. Менің сумкамды көріп тұрпан. Вижу мою сумку. Сумка, сумку болып өзгерген үшін алтындағы моя, мою болып өзгереді. Негізінде көп оқушылар айтады, естігенімді түсінемін, бірақ жауап қайтара алмайман деп. Ітібарменен қараң, тыңлаң, сондай қылып істетеді. Соны сіздерде сондай қылып істетуіңіз керек болады. Қанша көп естіп, соны қаншама көп тіліңізге шығарсаңыз, соншама тез сөйлеуіңіз тез болады. Мына жерде һәмме алмасықлардың өзгеруін жазып кеттім. Қалеген атылығыңызды қойып ала бересіз. Например, ваша страна, сіздің мемлекетіңіз, знаю вашу страну. Сіздің мемлекетіңізді білемін. Теперь существительные среднего рода, неодушевленные, они тоже в винительном падеже не меняются, и поэтому местоимения тоже также остаются, то есть как в именительном падеже. Средний родта да сол жағдай, атлықлар, жансыз атлықлар. Нені деген сұрауға жауап беру үшін өзгерместен қалады. Атлықлар өзгермеген үшін, оларменен бірге істетілетін тартым алмасықлары да өзгерместен қалады. Көп оқушыларымыз айтады, естіп қалу қиын, өзгертетін уақытында өзгерте алмай қаламыз деп. Дұрыс бірден болмайды, бірақ жаңа айтқанды қайталайман, қаншама көп естіп, соны тіліңізге шығаруға әрекет етсеңіз, сөйлеуіңіз тез болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз тамам. Сұрауларыңыз болса комментарийда қалдырып кетесіз. Лайклар басамыз, репост қыламыз. До свидания.